Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен нағыз американдық кукис печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік бастайық. Ең алдымен сапасы жоғары сары майымызды кубиктап турап алып, тоңазытқышта немесе мұздатқышта жақсылап тұрып суытып аламыз. Суыған сары майымызды миксеріміздің ыдысына салып, екі түрлі қантпен бірге миксеріміздің төменгі жылдамдығында араластырып аламыз. Бұл жерде менде кәдімгі ақ қант және одан кейін қоңыр қамыс қант деп аталады, яғни орысша тростниковый қант дейді. Сол қантпен бірге араластырып аламыз. Егер қоңыр қанттарыңыз болмаса, кәдімгі ақ қантты пайдалана берсеңіздер болады. Жақсылап тұрып бір араласқанға дейін араластырып аламыз. Одан кейін осы массамыздың үстіне екі түрлі шоколадты және қуырылған грек жаңғағын салып, тағы да араласқанға дейін бір мәрте араластырып аламыз. Бұл жерде менде Калибауттың ақ және сүтті шоколадын пайдаландым. Бұл жерде көп араластырудың қажеті жоқ, себебі майымыз біздің еріп кетуі мүмкін, сондықтан бір кеңге дейін ғана араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттарымызды жеке араластырып аламыз, яғни ұнымызды, кукуруза крахмалын және қамыр қопсытқыш үшеуін жақсылап тұрып жекелеп араластырып аламыз да, біздің майлы шоколадты массамызға салып, миксеріміздің төменгі жылдамдығында біздің массамыз үгілгіш, ұсақ, яғни крошка болғанға дейін араластырып аламыз. Миксеріміздің тек қана төменгі жылдамдығын пайдаланғанымыз жөн. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, массамыз біздің ұсақталған, үгілгіш, яғни крошка болып тұр. Тура осындай болуы қажет. Енді осы массамыздың үстіне жұмыртқамызды құйып, біздің массамыз біріккенге дейін ғана араластырып алғанымыз жөн. Көп араластырудың қажеті жоқ, шамамен бір 20-30 секунд қана жетеді. Көп араластырудың қажеті жоқ, тек массамыз біріксе ғана болды, яғни 20-30 секунд жетеді. Мінекей печеньеміздің массасы дайын болды. Енді осы дайын болған массамызды қажетті бөліктерге бөліп аламыз. Мен 10 бөлікке бөлдім және әр бөлігіміз тең болу үшін міндетті түрде таразыны пайдаланғандарыңыз жөн. Енді менің бөліктерім шамамен 125-127 граммнан шықты және әр бөлігімізді осылай қолымызбен домалатып, алдын ала дайындап қойған пергамент қағаздың үстіне, не болмаса осындай силиконды ковриктің үстіне қойып, мұздатқышқа 2 сағатқа қатырып аламыз. Осындай қатқан печеньяларымызды қызып тұрған 200 градус пеште шамамен 15 минут сәл қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньяларымыз пісті. Енді осы печеньяларымызды әсемдейміз. Ол үшін мен сүтті шоколадты ертіп алдым және осы еріген сүтті шоколадымның үстіне суық сливкиімді қосып, сәл қоюлатып алдым. Енді осы қоюланған шоколадымызды кондитерлік қапшыққа салып, печеньямыздың үстінен құйып шығамыз. Егер сіздерде шоколад болмаса, онда осы күйінде печеньяны жей берсеңіздер болады. Енді осы шоколадты құйып алғаннан кейін бетіне қалған грек жаңғағын салып, онымен бірге әсемдесеңіздер де болады. Печеньяның бетін әсемдемей, сол күйінде жей берсеңіздер де болады. Біздің печеньямыздың сырты сәл қытырлақ, ал іші өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және пікірлеріңізбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Мінекей біздің печеньямыз дайын болды. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.